Қайырлы күн баршаларыңызға. Мен есім Айдаралы Әбнұр. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақпарат көлемін анықтау. Өткен сабақта білеміз, мегабайт, килобайт деген сияқты ақпараттың өлшеу бірліктерін өткенбіз. Ал енді бүгін біз ақпараттың көлемін анықтаймыз. Енді ақпараттың өлшеу тәсілдері бізде екі түрге бөлінеді. Яғни ол ықтималдылық және әліпбилік тәсіл. Ал әліпбилік тәсіл дегеніміз қандай? Мәтіндегі ақпарат көлемін қолданылған таңбалар жиынына, яғни әліпбиге сүйене отырып анықтау. Яғни әліпбиде мысалда 42 әріп болатын болса, әліпби қуаттылығы 42 деген сияқты. Әліпби дегеніміз не? Әріптер, цифрлар, таңбалар, тыныс белгілері, жақшалардан тұратын таңбалардың жиынтығы. Яғни бүкіл символдар қатары. Енді әліпби қуаттылығы дегеніміз не? Әліпбиде бар таңбалар саны. Яғни біздің ана тілімізде, қазақ тілінде 42 әріп болатын болса, әліпби қуаттылығы 42-ке тең. Мысалда, әліпбиде 26 әріп, яғни ағылшын тіліндегі, онда қуаттылығы 26-ға тең. Егер әліпбиде әріптермен қоса цифрлар, тыныс белгілері, көбейту, қосу, арифметикалық амалдардың символдар тұратын болса, онда оның қуаттылығы арта береді. Формула. Егер таңбалар саны n болатын болса, онда әліпби қуаттылығы n. Мысалда бізде 42 дедік қой қазақ тілінде. Яғни бізде n 42-ке тең. Мына жерде орыс тілінде 33-ке тең, ағылшын тілінде 26-ға, екілік санау жүйесінде 2-ге тең. Әліпбилік тәсілде әр символдың белгілі бір ақпараттық салмағы болады. Бұл салмақ әліпби қуаттылығына, яғни таңбалар санына байланысты. Формуласы мынандай. Яғни n деген қуат, ал кішкентай i ол бізде ақпараттың салмағы. Қазір алдыңғы слайдта көрсетсем, кейінгі слайдта. Әліпби неғұрлым көп таңбадан тұрса, әр символдың ақпараттық салмағы да соғұрлым артады. Екілік әліпбиде тек 0 мен 1, бір символдың ақпараттық салмағы, яғни 1 битке ғана тең. Қызықты дерек. Америка ғалым инженер Ральф Хартли 1928 жылы ақпарат мөлшерін есептеу формуласы негізін алғаш ұсынған зерттеушілердің бірі. Бұл формула теориясының дамуына жол ашты. Енді сол кісінің атына орай Хартли формуласы деген бізде бар. Ол былайша айтқанда, әліпби қуаттылығы мен бір символдың ақпараттық салмағы арасындағы байланыс мына формуламен анықталады. n тең 2i. Болмаса 2-нің i дәрежесі. Яғни мынау бізде дәреже дегенді білдіреді. n әліпби қуаттылығы, яғни қанша түрлі таңба бар. i бір символдың ақпараттық салмағы, кішкентай i. Яғни ол бізде әрқашан битпен беріледі. Мысалы, егер әліпби 256 таңбадан тұрса, ондай 10 ішіне әріптер кіреді, бас әріп, латын, кириллица, қаншама символдар бар. Мысалы, ол мынандай формуламен анықталады. Немесе бізде 256 бар, 256-ны табу үшін 2-нің i дәрежесі 128, мысалда бізде 7 дәрежесі болатын болса, 256 бізде 8 дәрежесі. Осылай да сіздер таба аласыздар. Егер мәтін k символдан тұратын болса, онда ақпарат көлемі былай есептеледі. Яғни біз символдар саны білеміз, және де ақпараттық салмағын білеміз. Ол кезде біз ақпарат көлемін осылай анықтайды екенбіз. Яғни i дегеніміз ақпарат көлемі, k символдар саны, кішкентай i ол бізде былайша айтқанда ақпараттық салмағы әр символдың. Осындай формула. Енді осы екі негізгі формуланы жазып алыңыздар. Қазір біз есеп шығарамыз. Әліпби қуаттылығы 128 символ. Егер ақпарат көлемі 2 килобайт болатын болса, мәтінде неше символ бар дейді. Яғни бізде қуаттылық 128. Ал кішкентай i бізде 7. Себебі формула бізде мынандай, 2-нің i дәрежесі. Ал 128, 2-нің қанша дәрежесі? 7 дәрежесі. Міне. Егер ақпарат көлемі 2 килобайт болатын болса, яғни бізде ақпарат көлемі 2 килобайт, оны біз битке айналдырамыз, міндетті түрде. Яғни 2048, 2048-ді 8-ге көбейтеміз. Так. Бізде сөзде 16384 деген ақпарат көлемі шығады екен битпен. Ал символдар санын табу үшін біз не істейміз? Бізде мынандай формула бар, жаңағы жазған.
бізде осы жерден k-ны табу керек. K-ны табу үшін біз үлкен айды кішкентай айға бөлеміз. Сол кезде бізде 16384 бөлінген кішкентай ай бізде 7-ге тең. Яғни бізде шамамен 2340 символ шықты. Келесі есеп. Хабарлама 4 беттен тұрады. Әр бетте 3 жол бар, әр жолда 50 символ бар. Хабарламадағы барлық ақпарат көлемі 450 байт болса, қолданылған әліпби қуаттылығын анықтаңыздар. Яғни бізде ақпарат көлемі 450 байт немесе 3600 бит. Мынау байт. Енді бізде символдар санын анықтау керек. Бізде 4 бет, сосын 3 жол және де 50 символ бар. Барлығы бізде так 600 символды құрайды. Енді бізде не сұрап тұр? Қолданылған әліпби қуаттылығы. Яғни бізде n-ді сұрап тұр. Ал n-нің формуласы 2i, ал бізде i жоқ. Демек біз не істейміз? Мына формуланы түрлендіреміз. i-ды табу үшін біз үлкен i-ды кішкентай k-ға бөлеміз. Кішкентай емес k-ға бөлеміз үшін. Сол кезде бізде 3600 бит бөлінген 600. Сол кезде бізде 6-ға тең болады. Ал 2-нің 6 дәрежесі бізде 64 болады. Яғни бізде n тең 2-нің 6 дәрежесі ол бізде 64 болады. Келесі есеп. Егер әліпбидің қуаттылығы 28 символ болатын болса, ал ақпарат көлемі 4 килобайт, мәтінде қанша символ бар? Яғни біз не істейміз? Әліпбидің қуаттылығы 128 білеміз, сразу нені таба салайық? Кішкентай айда. 28 шығу үшін 2-нің қанша дәрежесі болу керек? 7 дәрежесі. Ал ақпарат көлемі 4 килобайт. Ақпарат көлемі бізде 4 килобайт, яғни ол бізде 4096 байт. Ал 4096 байтымыз бізде 32768 бит. Енді мына жақтан 1024-ге көбейт жүрмеңіздер, 8-ге көбейтеміз. Енді бізде барлығы анықталған. Бізде не сұраптар? К-ны сұраптар. Ал К бізде мынандай формуласы. I тең К көбейтілген I, яғни бізде үлкен I-ды кішкентай I-ға бөледі екенбіз. Яғни 32768-ді бөлеміз 7-ге. Сол кезде бізде шамамен 4681 символ бар екен. Келесі есеп. 64 символдық әліпби әріптермен жазылған хабарлама. Яғни символдық әліпби. Символ емес, символдық әліпби дегеннен кейін біз n тең 64 дейміз. Хабарлама 40 символдан тұрады. Яғни хабарламаның ішіндегі символдар саны 40. Хабарламаның ақпараттық көлемі неге тең? Яғни бізден I-ды сұрап тұр. I-дың формуласы біз білеміз, К көбейтілген кішкентай. Бізде кішкентай I жоқ. Яғни оның формуласы бізде n тең 2-нің I дәрежесі. 64 шығу үшін бізде білесіздер, 2-нің ол бізде қанша дәрежесі? Бізде ол 6 дәрежесі. Яғни бізде I 6-ға тең. Енді біз I-ды таптық, К-ны таптық. Демек бізде 6-ны 40-қа көбейтеміз. Сол кезде бізде былайша айтқанда 240 деген мән шығады. 240 бит. Яғни ақпараттық көлемі бізде 240 бит болады екен. Енді бүгінгі сабақ осымен тәмам. Бүгінгі сабақта сіздер ақпараттың көлемін қалай анықтау екенін білдіңіздер. Енді назарларыңызға рахмет. Келесі сабаққа кеттік.